Сәлем баршаға. Бүгін біз Android Studio бағдарламасында to-do list жасайтын боламыз. Бұл бағдарламаның маңыздылығы 3 класстан тұрады. Main activity, to-do және to-do adapter. To-do'да бізде артық еш нәрсе болмайды. Бізде көбіне функциялар to-do adapterде, себебі біз to-do adapter арқылы осы to-do классына істейтін, яғни листтарды жібереміз. Код өте ыңғайлы, және де кодты жұмысқа асыратын болсақ, бұл жерде бізде бірінші тапсырманы енгізетін бөлім шығады. Және тапсырманы қосу, орындалған тапсырмаларды жою батырмалары бар. Тапсырма енгізетін болсақ, мысалыға спорт уақытын жазатын болсақ, мысалы сағат 8-де тапсырманы қосамыз. Тапсырманы қосқаннан кейін бізде асты жақта тапсырманың аты шығады. Сол арқылы біз тапсырманы орындағаннан кейін тапсырманы жоя аламыз. Немесе көп тапсырма қоссақ, соның бәрін таңдап орындалған тапсырмаларды жоя аламыз.